Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Тапа-тал түсте көшеде іш киіммен жүрген жігіттер тұрғындардың ашуын келтірді. Тиктокта жария болған видеода елден ерекшеленгісі келген екі жігіттің киімдерін қолдарына ұстап жүргенін көруге болады. Әдепсіздерді әлдебір екі жігіт тоқтатып алып, дереу киінуін талап етіп, айқайлап ұрысқанын көруге болады. Намыстарың жоқ па не? Ки киіміңді, сен де не қарап тұрсың? Киін деп екеуіне жекіп ұрсады. Бейнежазбада былапыт сөздер де кездеседі. Ал әлгілердің нақты қандай себеппен шешінгені белгісіз. Желі қолданушыларының жазбасына сүйенсек, видео таразда түсірілген. Тәртіпсіздерді тәубесіне келтірген жігіттің әрекетіне көпшілік ризашылық білдіріп жатты. Жарайсың, нағыз азамат осындай болу керек. Намысты қазақ жігіттері алған. Міне еркек, ұруың керек еді ғой. Бұрын шешіндіргендер қазір киіндіретін болыпты. Мына інімнің қолына әмелай түспей жүр екен. Бәріміз осындай намысты болайықшы деп жазды көпшілік.